балалар, енді бері қарай. Бізде биыл Шерхан Мұртазаның 90 жылдығы екенін білесіңдер, иә балалар? Үлкен мерейтойды тойлап жатырмыз. Шерхан Мұртазаны сендер балалар төменгі сыныптан бастап оқып келе жатсыңдар. Естеріңе түсіңдер, қандай шығармаларын оқып едіңдер? Кім ол Шерхан Мұртаза деген? Төменгі класста. 8-ші, 7-ші класстарда естеріңе болса, жаңағы Тұрар Рысқұловтың өміріне байланысты Бала Тұрар деген шығармасын оқыған болатынсыңдар. Жоғары классқа барған кезде былтыр 11-ші сынып 10-ші класстың аяқ жағында Бесеудің хатын рөлге бөліп оқығанбыз. Я Сталинге хат жазу. Жақсы балалар. Ары қарай өміріне назар аударайық. Шерхан Мұртазаның биыл 90 жылдығы дедік. Ол 32-ші жылы Жамбыл облысында дүниеге келген екен. Шерхан Мұртазаның да әкесі Шерхан 8 жасынан бастап әкесінен ерте айырылған екен. Әкесі жаңағы 37-ші жылы Сталиндік репрессия құрбаны атанған екен. Сол кезден бастап Шерхан білімге ден қойып, өмірінің барлығы, балалық шағы барлығы әкесінің қасында, бауырында емес, жаңағы интернатта жүріп өткен екен. Сол себепті Шерханға жаңағы Сталиндік репрессия тақырыбы өте жақын екен. Оның көптеген шығармаларында соның үні естіледі. Жаңағы Бала Тұрарда да, Сталинге хат шығармасында да, жаңағы Бесеудің хаты шығармасында да осы тақырып төңірегінде өрбиді екен балалар. Сонымен қатар Шерхан Мұртаза асық жинауды, төсбелгі жинауды өзіне ермек еткен деген, яғни хобби деп айтылады, қазір тілмен айтқан кезде. Шерхан негізі Қазақстан ұлттық телеарнасындағы жаңа білесіңдер, Таңшолпан бағдарламасы қазір болып жатыр. Соның бастамасын осы Шерхан Мұртаза бастап кеткен екен. Шерхан Мұртаза Лениншіл жас газетінде редактор болып қызмет етіп алғаш кірген кезде 30 данадан шыққан екен. Бұл кісі сол газетке редактор болғаннан бері 150 мың таралымға дейін өскен екен. Яғни сол журналды, газетті дамытқан екен. Ол жазушы, журналист болғаннан бұрын ақындық қырынан алғаш танылған екен. Бірақ оған Зейнолла Қабдолланың жаңағы жазған өлеңдеріне айтқан сыни пікірінен кейін өлеңді тастап, тек журналистика мен жазушылықпен кетіп қалған екен балалар. 6 жерде редакторлық қызмет атқарған. Тұрар Рысқұловтың өмірі жайында 5 кітап жазған екен. Көре беріңіз балалар. 5 кітап жазған. Әйелді Ақбілек Кененқызы, Мәрия Ағыбайқызы деген әйелдері болған екен. Отыра беріңдер, балалар отыра бер. Ұлы Батылжан Шерханұлы, қызы Алмас Шерханқызы, 2 баласы болған екен. Мында отбасымен суреті Шерханның. Мына жақта бала кезіндегі Шерхан Мұртаза. Қайсы Шерхан Мұртаза деп ойлайсыздар? Мына екі жерде. Кім? Оң жақтағы Шерхан Мұртаза. Мында да міне жастық шағындағы кезі түрі ешқандай өзгермеген, жас кезіндегі қас қабағы, бет әлпеті соға сақталған екен. Міне мақсаты бір адамдармен бірге түскен суреттер. Мына жаңағы бас редактор болып Егемен Қазақстан газетінде жұмыс істеген кезіндегі ұжымдастарымен Шерхан Мұртаза міне мына тұста отыр екен балалар. Мында да міне ақын жазушылармен кездескен суреттері бар. Фариза Оңғарсыновамен. Сексен 6 жасына келгенде дүниеден өткен екен. Кітаптары, басылымдары міне. Біз бала сабақтан тыс домалағаны шығармасымен таныспыз. Қазір біз 3 топқа бөлініп отырмыз. 11-ші сынып, 10-ші А және 10-ші Б сынып болып 3 топқа бөлініп отырмыз. 11-ші сынып қананы тапсырма берейін. Білім кеңесі әдісі арқылы домалағаны драмасы туралы ақпараттар, тың ақпараттар жан-жақтан жинап түсіреміз. 10-ші А сыныбына домино әдісі арқылы домалағаны шығармасында берілген үзінді домалағаны мақұлға құлақ аспағандай бек бөлімі бойынша
жоспар құрайық, кіріспе негізгі қорытынды бөлімдері сақталсын. 10-б сыныбында балық қаңқасы әдісі арқылы домалағаны атауы неден шыққаны туралы сол тақырып төңірегінде жұмыс жасайық. Ал кеттік, балалар, жағдай бастай берейік. 5 минут уақыт берейін сіздерге. 5 минуттан кейін қорғаймыз. Балалар, болған топтар болса, ортаға шығып жұмыстарымызды қорғай берейік. Қай топ болдың дейді? 10-б классы болды, кенже балалар. 10-б классы бізде балық қаңқасы әдісі арқылы домалаған атауы неден шыққан тақырыбында ой өрбітіңдер дегенде магнитпен жабыстырайық. Міне балалар, қолымыздан шығарайық. Сақпен шықпайды, сақтанып. Тихат-мама атауы түркменнің Қарақайдар деген атауымен тығыз байланысты. Тихат-мама парсыдан қазақшаға аударғанда әулие ана деген мағынаны береді. Бұл сөз уақыт өте келе дыбыстық өзгеріске ұшырап, домалағаннан аталып кеткен деседі. Және домалағаннан аталып шыққан жерде аңыз бар. Ол аңызда бірде сайрамда жатқан Бәйдібек байдың жылқысына көз тігіп Қарақайдар деген қарақшы келді. Бұл уақытта Бәйдібек елде болмай шығады. Қарақшы мен еле келген 10 шақты жігіт бұлақ басында отырған жалғыз үйге кімдікінің екенін, Бәйдібектің жайы екенін білген соң, оның қайда кеткенін сұрай жөнінде жайде шөлдеп келгендерін айтып сусын сұрайды. Нұрғала оларға ешкінің айранын ұсынады. Қара мұртты қарақшы сусынды қанағат тұтпай көше сұрайды. Нұрғала апа оны өз емшегінің сүтімен енегенін айтып оларға көше береді. Одан кейін Нұрғала апа ол қарақшылардың Бәйдібектің малын ұрламақшы болып жүргенін түсінеді де оларға әуре болмауын айтады. Содан кейін қарақшылар жаңағы өзенге барса, өзенде су тасып жатыр екен. Одан шығатын өтетін көпір таппайды. Сосын олар өзеннің жұлқарымен өтпекші болған кезде жұлқалары суға ағып кетеді. Сосын жаңағы қарақшылар қайтадан атқа қайтып, жаңағы апа тегін апа емес, одан барып кешірім сұрайық, ол жаңағы апаға барып кешірім сұрайды. Осыдан кейін домалақ атауы шыққан деп аңыз бар. Жақсы. Қорытындылай келе. Қорытындылай келе, Шерхан Мұртазаның домалаған асын жайында көптеген аңыздар бар екен, е? Аңыздар шыққан, соттан домалаған аталған. Жақсы, жарайды отырайық. Келесі басқа топтар бар ма? Келесі 10-шы сыныбы бар екенде, 10-шы сыныбында домино әдісі арқылы домалағаны ақылда құлақ аспаған Бәйдібек бөлімі бойынша жұмыс жасаймыз дегенімізде, жоспар құрамыз дегенімізде. Тыңдап отырайық, балалар, қазір бір-бірімізді бағалаймыз. Міне тақтаны қолын шұқыламаймыз балалар. Біз Шерхан Мұртазаның домалағаны шығармасына жоспар құрдық. Бұл жоспар 4 бөлімге бөлінді. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім, екінші негізгі бөлім және қорытынды болып. Оларға тоқтала кетсек, бірінші кіріспе бөліміміз Қаратаудан түскен жау. Негізгі бөлім домалағананың Бәйдібекке айтқан ақылы. Негізгі бөлім екіншісі жасақ жинап жауға аттанған Бәйдібек. Қорытынды. Сіздер қорытынды Бәйдібек жасағы жаңағы жаудан жеңіліп, халқы баласынан айырылады. Бәйдібек балаларына меншік бөлген кезде ол жақсы сұлуынан туған балаларға үлесті молынан береді, ал
домалақ ананың балаларына ақсақ тоқсақ ауру малдарды тастап кетеді. Арада 5 жыл өткеннен кейін ақсақ тоқсақтан пайда болған төлдерден малдар көп, сол домалақ ананың балаларының малдар көбейеді. Ал алыс шалғайға кеткен бәйдібек үлкен жұтқа пайда болып, ол қаза табады. Одан кейін домалақ ана оны арулап жерлейді. Жақсы, тамаша. Жақсы тұрады. Келесі топ. Жақсы, 11-ші классыңыздар келеміз. Бізге берген тапсырма білім кеңесі арқылы домалақ ана драмасы жайында ақпараттар берген. Жалпы домалақ ана деп отырғанымыз қазақ даласына 7-ші ғасырда келген ислам дінін таратушы Дегдалдың қызы дейді. Сонымен қатар домалақ ана өзі де жастайынан өте зерек, сонымен қатар даналығымен танылған екен. Домалақ ананың шын есімі Мизамбек қызы Нұрилла. Ал енді алғашқы махаббатына келетін болсақ, Нұрилла алғашқы білегін ұстаған адам оның жары болаты туралы айтып кеткен. Және де ол бақытты жан Бәйдібек екен. Бәйдібекпен танысу оқиғасын қысқаша айтып кетсем, Нұрилла құдыққа түсіп кеткен кезінде оны Бәйдібек білегінен ұстап құдықтан алып шыққан болған. Және де сол кезден бастап ол екеуінің арасында махаббат сезімі ұшқындап, екеуі отбасы құрады. Бәйдібектің 3-ші әйелі болып тұрмысқа шығады, және де 3 алыптың анасы, ол Албан, Суан және де Дулат. Сонымен қатар, домалақ ана туралы алғашқы драма 2007 жылы Түркістан қалалық сазды драма театрында Шерхан Мұртазаның басшылығымен өткен болатын. Домалақ ана әнінің авторы Нышан Төлегенов болған. Сонымен қатар, домалақ ананың кесенесіне барған кісілерден көбісіне ескертілетін бір жайт, ол топырақ алуға болмайды. Себебі топырақ алған адам бақытсыздыққа ұшыраған. Ал енді біріне бұл кесенеге барған кезде түрлі елестер елестеген. Біріне ақ жамылған кішкентай сәби болса, енді біріне өздері емес, ананың және де 4 түрлік малдың елестері көздеріне елестеп, суреттерге түскен кездерінде өз орындарында өздері болмай, ақ жамылған ананың бейнесі көрінген екен. Жақсы, тамаша, балалар. Біз естімеген тың деректерді айтып жатыр, жарайсыңдар.